Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Көңіл күйлерің жақсы ма? Балақай, далада ауа райы қандай болып тұр? Қане айтып көрші? Дұрыс айтасың, далада ауа райы суық болып тұр. Балақай, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Менің досым». Тема сегодняшнего урока «Мой друг». Сабағымызды бастамас бұрын біз сенімен дос туралы ән тыңдап алайық. Biz dostlarmız. Uğraşmayız. Tatlı ömür sürüyoruz. Tatlı dostlarmız, жақсылыққа құштармыз. Көңілден мен тербетеміз даланы. Ажырамыз, сіргеміз, бірге ойнап күлеміз. Жасыл жайлау төрінде. Достар ұраны, бірге боламыз. Ой, жарықтарым, Достар ұраны, бірге боламыз. Әуелетіп көңілден кез аламыз. Достар ұраны, бірге боламыз. Әуелетіп көңілден кез аламыз. Достар ұраны, бірге боламыз. Әуелетіп көңілден кез аламыз. Ал балақай, ән не туралы екен? Жарайсың, ән достар туралы, е? Олай болса, жаңа сабаққа көшейік. Қане тыңда, қайтала. Бұл менің досым. Оның аты Айдос. Ал мына досымның аты Берік. Мен 6 жастамын. Қайталай ғой. Бұл менің досым. Оның аты Айдос. Мен 6 жастамын. Жарайсың, балақай. Балақай, сұраққа жауап беріп көрейік. Әсет неше жаста? Қане, Әсеттің тортының үстіндегі шырақтарды санап көрші. Дұрыс айтасың. Әсет 6 жаста. Ал Жанар неше жаста? Жанар 2 жаста. Қанат неше жаста? Қане, Қанаттың шырағын санап көрші. Ал енді келесі мәтінді тыңдап, жауабын тауып көрейік. Бір бала 5 жаста. Бір бала 3 жаста. Бір бала 4 жаста. Бауыржан 3 жаста. Сабыржан 4 жаста. Ал Аружан неше жаста, балақай? Қане ойланып көрші. Жауабын тауып, маған айтып бер. Жарайсың, балақай. Ал енді өзіңнің досың туралы айтып берші. Сенің досың бар ма? Сенің досыңның аты кім? Сенің досың қанша жаста? Қане, балақай, айтып көрші. Балақай, жарайсың. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау бол.